Авторлық әңгімем қарғыс атқан айна. Руслан бала кезінен-ақ антиквариаттық бұйымдарға қызығушылық танытқан болатын. Маркалар, тиындар сияқты заттарды жинап жүретін, оның өзінің жеке үлкен коллекциясы да болды. Балалық шағында мұндай нәрсеге кім қызықпады, бірақ Русланның көне заттарға деген қызығушылығы жыл сайын арта түсті. Сирек кездесетін жиһаздар, шамдар, вазалар, әртүрлі ыдыс-аяқтар жинайтын, оның үйі ескі мұражайға көбірек ұқсайтын. Кез келген демалысын шетелде немесе алыс қалада өткізетін Руслан антиквариат дүкендерін іздеді. Ол жерден ерекше кәде сыйлар тапты. Сондықтан бұл жолы Руслан қалыңдығына Чехиядан ерекше сыйлық әкелді. Өрнектеп ойылған 6 қыры бар кішкентай ағаш жәшікше, оның ішінде інжу маржандармен безендірілген күміс айна бар еді. Жалпы әйелдерге арналған керемет сыйлық. Сөйтіп Руслан мен Жанияның үйлену тойы да келіп жетті. Күн керемет өтті. Тойхана қонақтарға толы. Қатты қарбалас болды. Бір сөзбен айтқанда керемет мереке. Мереке аяқталды. Қонақтар тарап кетті. Тойдан соң Жания күйеу жігіттің сыйлығын жатын бөлмеге апарып, киім-кешек үстеліне қалдыра салды. Ол жайлы ұмытып та кетті деуге болады. Бірақ таңертең Руслан Жанияның хихихилап тұрған күлкісінен оянды. Ол көзін ашса, Жания өзі сыйлаған қорапшаның айнасынан өзін тамашалап тұрғанын көрді. Сыйлыққа риза болғаны қандай керемет деп іштей ойлады. Сол күннен бастап Жания айнаны бір сәтке де қолынан тастамады. Үнемі оған қарап, күлімдеп, жымиып жүрді. Мұнысын айналадағылардың бәрі байқады, себебі оның сыртқы келбеті де өзгере бастаған еді. Әдемі келіншектен ол қара шашты жындыға айналды. Қара шашты жынды, біз оны қазір өз шеңберімізде шашының түсі үшін ғана емес, сондай-ақ оның жағымсыз мінезі үшін де осылай атадық. Бізге Руслан Жанияның мінез құлқындағы өзгерісті байқамаған сияқты көрінді. Руслан Жанияның ойыншығын әр жерге сүйреп жүретін бала сияқты болып кеткенін айтуды шешті. Бір күні Руслан ол айна туралы теріс пікір айта бастағанда, Жания қатты жанжал шығарды. Ол айқайлады, бірақ бұл жай ғана ұрыс сияқты болуы мүмкін. Оның айқайының бүкіл мағынасы бір нәрсе туралы еді. Айнаның ешқандай кінәсі жоқ және бұл туралы ешқашан жаман нәрсе айтпа. Оны маған өзің сыйладың деді. Жанжал ары қарай дамымас үшін Руслан жатын бөлмеден шығып кетуге бел буды. Бірақ кенеттен оның алдындағы есік өздігінен тарс етіп жабыла қалды. Бөлме адам төзгісіз суық бола бастады. Қандай да бір керемет қозғалыс күшімен Жания бір секундтың ішінде Русланның алдына кеп қалды. Бөлмедегі заттар қозғалып, терезелердегі перделер дірілдеп, ескі хрустальдан жасалған люстра баланың әткеншегіндей теңселіп кетті. Небір түсініксіз дүбірлер естілді. Руслан сол сәтте Жанияның құшағына еніп кетті. Оларды қараңғылық, қорқыныш пен үрей және бір-біріне деген құмарлық қоршап алды. Таң атты. Олар ештеңе болмағандай ұйқысынан оянды. Жания орнынан тұрып, дәлізге қарай жүріп, үлкен айнаның алдына барып тоқтады да өзінің бейнесіне қарады. Осы кезде айна жарылып, үлкен бөлшектерге бөлініп, қатты дауыспен еденге құлады. Есеңгіреп әрі таң қалған Жания айна сынықтарындағы бейнесіне қарап, қатып тұрып қалды. Бұл жағдай Жанияның есін жоғалтып, жындануына әкелді. Ол айқайлап бастады. Оларды алып кет деп шыңғыра берді. Руслан оның қасына жүгіріп барып, құшақтап, тыныштал, мен қазір бәрін жинаймын деп көндірді. Бірақ Руслан оны тыныштандыра алмады. Шамалы уақыттан кейін Жания диванға жатып, өзінің кішкентай айнасын алып, күлімсіреп өзінің бейнесіне қарады. Иә, ол өз-өзіне қарап күлді, тіпті өзінің бейнесімен ойнап отырды деуге болады. Жанияны жынданып кетуден тек қана айна ғана тыныштандыра алатын. Сол күннен бастап Жания Руслан сыйлаған айнадан басқа ешбір айнаға қарамады. Уақыт өте келе оның психикалық жағдайы нашарлай бастады. Психологпен болған кездесулерде оң нәтиже бермеді. Психологтар Жанияға психиатриялық ауруханаға емделуге жолдама берді. Содан кейін отбасылық өмір жайлы бірде-бір әңгіме болған жоқ.
Бұл оқиғалардың барлығы бізден, яғни достардан, күні кешеге дейін жасырылды. Бізге Руслан Жанияны көру үшін шипажайға баруға рұқсат берді. Өзіміз үшін және Руслан үшін біз психиатриялық аурухана атауын санаторий, яғни шипажай деп ауыстырып алдық. Сөйтіп Жанияны көруге бардық. Жания өте сабырлы, тыныш, сөйлемейді, ештеңе айтпайды және әлі де сол айнаны қолында ұстап жүр екен. Тамырлары көгеріп, терісі сұрланып, шашы өсіп, оның ұштары қурап қалған. Жания қатты арықтап, бозарып кеткен болатын. Мүмкін дәрілердің әсерінен болар. Дегенмен дәрігерлердің болжамдары жұбаныш сыйлайды. Жас болғандықтан жүйке жүйесі қатты зақымдалмаған, толықтай жазылуы тек уақытты қажет етеді екен. Міне, арадан 3 ай өтті. Әзірге бұл оқиғаның соңы аяқталған жоқ. Бірақ менің жеке пікірім, бәріне жаңағы кішкентай айна кінәлі. Өйткені бұл айнаның тарихын және бұрынғы иесін ешкім білмейді. Ол жайлы ақпарат та жоқ. Ал Руслан бұл оқиғаның айнаға байланысты екеніне сенуден бас тартып жүр. Өйткені Руслан оны шын жүректен сыйлаған, оны ұзақ уақыт бойы іздеген еді. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бастарыңыздан өткен қорқынышты оқиғалар болса, комментарийға жазыңыздар. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.